Құрамды шарттар. Составные условия. Compound condition. Логикалық өрнек. Логическое выражение. Logical expression. Алдыңғы тақырыптарда көрсеткеніміздей, есептерді шешу барысында бір ғана шарт қолданылатын болса, онда ол қарапайым шарт деп аталады. Әртүрлі есептерді орындауда бірнеше шарт бір уақытта тексерілетін жағдайларда болады. Құрамды шарттар дегеніміз логикалық амалдар көмегімен тұтас бір шартқа біріктірілген бірнеше қарапайым шарт. Құрамды шарттарды пайдалануда төменде көрсетілген логикалық амалдар қолданылады. Логикалық көбейту конъюнкция and дегеніміз екі немесе одан да көп пікірлерді және жалғаулық шылауының көмегімен біріктіру амалы. Конъюнкция сөзі және жалғаулық шылауына сәйкес келеді. Екінші логикалық амал бұл логикалық қосу дизъюнкция, яғни ағылшынның or сөзімен жасалады. Екі немесе одан да көп пікірлерді немесе жалғаулығы көмегімен біріктіру амалы логикалық қосу немесе дизъюнкция деп аталады. Дизъюнкция сөзі немесе жалғаулығына сәйкес келеді. Үшінші логикалық амал теріске шығару. Инверсия. Бұл not сөзімен ағылшынның. Емес сөзінің көмегімен пікірді теріске шығару амалы логикалық теріске шығару немесе инверсия деп аталады. Инверсия сөзі дұрыс емес теріске шығару сөздеріне және емес сөзіне сәйкес келеді. Яғни ағылшынның not емес деген сөзіне. True ақиқат, false жалған деген мағыналарды білдіреді. Берілген шарт орындалса, яғни ақиқат болса, if-ке жазылған шарттан кейін жазылған оператор орындалады. Жалған болса, else-дегі оператор орындалады. Берілген А, Б, С бүтін сандар берілген. Бұл сандардың ішіндегі өзара кері сандарды анықта. Өзара кері сандар бар болса, иә, және жоқ болса, экранға жоқ деген сөз шығу керек. Яғни А, Б, С 3 мән берілгендіктен мен А, Б, С-ны бір жолға map функциясы арқылы сипаттап алып, бүтін сан, input енгізу деп жазып алдым. Егер А мен Б, яғни А мен Б-ға мән бергенде екеуі тең болса, немесе А мен С-ға берілген мән тең болса, нөлге тең болса, немесе В мен С-ға берілген мән нөлге тең болса, жауап, яғни экранға я деген сөз. Әйтпесе, жоқ деген сөз шығу керек. Запуске берем, сақтап алдық. Енді мен беремін 4, 10, -4. Бұл жерде кері сандар, 4 пен -4 я деп шығып тұр. Яғни бұл жерде А мен С мәндері бір-біріне не болып тұр? Тең болып тұр. Біз жерде or, яғни логикалық қосу функцияны пайдаландық. Немесе жалғаулығы көмегімен орындалады.